Армысыз құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда сіздерге мақсатқа жетуге көмектесетін 6 түрлі жапондық техникамен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, бұл техникаларды өз өміріңізде қолдануға тырысыңыз. Сіздерге сәттілік, ал ендеше мен бастайын. Мақсатқа жетуге көмектесетін жапондық техниканың біріншісі икигай деп аталады. Өміріңіздің мәнін, мақсатыңызды айқындаңыз. Барыңызды салып, аянбай еңбек ететін, әрі сүйіп жасайтын өз ісіңізді табыңыз. Өмірлік мақсат сіздің мықты тұсыңызды қолданып, ұнататын хобби, өзіңізге және әлемге пайда әкелетін іс болуы тиіс. Екінші техника кайдзен. Мақсатыңызға жету үшін күн сайын үздіксіз кішкентай әрекеттерді жасаңыз. Бірден үлкен әрі көп әрекетті жасағаннан емес, кішкентай қадамдардан жасаса, мақсатқа тез әрі нәтижелі қол жеткізесіз. Есімде, бірінші курста универде оқып жүргенімізде, бір ұстазымыз бізге тренинг өткізген. Сол тренингтен өзіме алған лайфхагым аз-аздан әрі үнемі деген сөз болатын. Бұл өте қарапайым сөз болып көрінгенімен, өзіңіздің мақсатыңызға жету жолында осы әрекетті, осы техниканы пайдалансаңыз, мақсатыңызға анық жетесіз. Үшінші жапондық техника помодоро деп аталады. Бұл негізі аты шулы техника, мүмкін естіген боларсыз. 25 минут жұмыс істеп, 5 минут демалыңыз. Кейін тағы жұмысыңызды бітіргенше осылай бірнеше рет қайталап жасап тұрыңыз. Бұл техника жұмыс барысында соңына дейін белсенді және шаршамай, жалықпай аяқтауға көмектеседі. Бұл техниканы мен өз өмірімде тақырыбы күрделі, өте қиын кітаптарда оқуда пайдаланамын. Өзіңіз қалаған уақытқа қойған кезде шарылдап дыбыс беретін болады. Бұл затты мен Қытай сайтынан Pinduoduoдан алған болатынмын. Сіздерде алып, пайдаланып көрсеңіздер болады. Төртінші жапондық техника хара хачибу. Толық тойып тамақтанбаңыз. 80% тамақтануға тырысыңыз. Сонда өзіңізді жеп-жеңіл, көбірек энергияға толы сезінесіз. Энергия обмен ретінде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз мағанда. Жалқаулықты жеңуге көмектесетін жапондық техниканың бесіншісі ваби-саби. Әрбір ұсақ түйек кемшілікке мән бермеңіз. Керісінше, басты мақсатыңызға үлкен назар аударыңыз. Және қарапайымдылықтан ләззат ала біліңіз. Алтыншы жапондық техника табиғатпен үндестік. Таза ауада тыныстап, табиғат арасында уақыт өткізіңіз. Шексіз құдіретті Алланың жаратқан нығметтеріне қарау, тамсану, стресті төмендетіп, көңіл күйді көтереді. Негативті аураны өзіне тартып алып, сізге жаңа күш сыйлайтыны ғылыми дәлелденген. Құрметті көрермен, осы техникаларды орындасаңыз, Абай атамыз айтпақшы, асықпай жүріп, анық басып, мақсатымызға жетеріміз анық. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Өзіңіздің жаныңыз ашитын достарыңызбен, бауырларыңызбен, немесе жалқау таныстарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз.